Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жайсыз күн. Бүгінгі сабақта жаңа сөздерді меңгереміз. Қолайсыз күн райы туралы сөйлесеміз, жазамыз. Сегодня мы на уроке, ребята, будем учиться письменно и устно говорить о неблагоприятной погоде. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздері: ерте, кеш, жел, жарқырау, жайсыз, құлау, қолайлы, күркірейді. Балалар, менімен бірге тағы қайталаңдар: ерте, кеш, жел, жарқырау, жайсыз, құлау, қолайлы, күркірейді. Жақсы балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңыздар. Енді жаңа сөздерді сурет арқылы есте сақтайық. Жел, ветер, ерте, рано, кеш, поздно, сәуле, луч, күркіреу, гремит, құлау, падать. Жел, кеш, ерте, сәуле, күркіреу, құлау, падать. Күн күркірейді, гром гремит. Жел соқты, ветер подул. Құлады, падал. Жақсы. Келесі тапсырмаға көшейік. Тыңдалым. 7-ші тапсырма, 57-ші бет. Мәтінді тыңда, оқы. Бүгін Сәуле ұйқыдан ерте тұрды. Сегодня Сәуле рано встала. Ол беті қолын жуды. Тез киінді. Она умылась, быстро оделась. Таза ауада жаттығу жасауды ойлап сыртқа шықты. Она вышла на улицу, чтобы на чистом воздухе сделать зарядку. Айнала тып-тыныш болды. Вокруг было тихо. Сәуле жаттығу жасады. Сәуле сделала зарядку. Одан кейін жүгірді. Потом она бегала. Кенет жел соқты. Вдруг поднялся ветер. Аспанды бұлт жауып, күн күркіреді. Небо накрыли тучи. Гром гремел. Көп кешікпей жаңбыр жауды. Затем начался дождь. Күн райы өте қолайсыз, жайсыз болды. Погода была очень неблагоприятной. Сәуле үйіне жеткенше бірнеше рет құлады. Сәуле, пока дошла до дома, несколько раз падала. Үсті басы әбден балшық болды. Она сильно испачкалась. Балалар, енді өздерің бір мәрте оқыңдар. Ребята, теперь сами прочитайте несколько раз. Енді мәтінді түсініп оқысаңдар, келесі тапсырмаға көшейік. Ойлан. Қандай табиғат құбылыстары туралы мәтінде айтылады? О каких природных явлениях говорится в тексте? Күн ашық, жел соқты, күн бұлтты, қар жауды, күн күркіреді, жаңбыр жауды, күн аяз. Балалар, ойланып көріңдер. Ребята, подумайте, о каких же природных явлениях говорилось в тексте. Ал енді тексерейік. Күн ашық,
Иә, мәтіннің басында күн ашық болды. В начале текста было день был ясным. Жел соқты. Иә, күн бұлтты. Қар жауған жоқ. Күн күркіреді. Жаңбыр жауды. Күн аяз болған жоқ, не было мороза. Күн ашық, жел соқты, күн бұлтты, күн күркіреді, жаңбыр жауды. Ребят, теперь вы можете отвечать на вопросы, да? Например, какая была сегодня погода? Қолайлы болды, благоприятная. Күн ашық болды. Күн қолайсыз болды. День был неблагоприятным. Жел соқты. Күн күркіреді. Жаңбыр жауды. Күн аяз болды. Қар жауды. Жақсы, балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Айтылым. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Вам нужно ответить на вопросы к тексту. Бүгін кім ерте тұрды? Кто рано встал? Ол не істеді? Что она делала? Сәуле қайда шықты? Куда вышла сәуле? Айнала қандай болды? Как было вокруг? Кенет не болды? Что случилось вдруг? Күн райы қандай болды? Какая погода была? Неліктен? Почему? Это задание отправляйте голосовым сообщением учителю. Есте сақтайық. Сын есімнің күшейтпелі шырайы. Превосходная степень прилагательных. Ребята, күшейтпелі шырай в казахском языке образуется путем повторения первого слога прилагательного, после которого присоединяется суффикс «п». Например, қара – черный, қап-қара – черный, причерный. Жылы – теплый. Первый слог у нас «ж», добавляем суффикс «п». Жып – жылы, очень теплый. Жарық – жап, жарық, очень светлый. Тыныш – тихий, тып-тыныш, очень тихий. Ыстық – горячий, ып-ыстық, очень горячий. Айнала – тып-тыныш, вокруг очень тихо. Күн – жып-жылы, день очень теплый. Жақсы, балалар, келесі тапсырма. Жазылым. Дәптерлеріңді ашыңдар, бүгінгі күнді жазыңдар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жайсыз күн. Екінші тапсырма 55-ші бет. Қажетті сөздерді қойып, сөйлемдерді жаз. Вам нужно вставить нужные слова и переписать предложение. Қажетті сөздер, нужные слова: жаңбыр, құлады, ерте, күркіреді, жел. Келесі тапсырма, 4-ші тапсырма, А тапсырмасы 55-ші бет. Берілген сын есімдерді күшейтпелі шырайда жаз. Напишите прилагательные в превосходной степени. Үлгі, сары, сап, сары. Вам нужно образовать вот эти 5 прилагательных. Жақсы. Кері байланыс. Түсіндім. Сұрағым бар. Түсінген жоқпын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.